Қосындыны санға көбейтудің бірнеше тәсілі бар. Бірінші тәсілі қосындыны тауып алып, оны санға көбейту керек. Екінші тәсіл әр қосылғышты кезек-кезек осы жерде тұрған сол санға көбейтіп, көбейтінділерін барлығын бір-біріне қосу керек. Осылай кезек-кезек қосындыларды қосуды және көбейтудің үлестірімділік қасиеті деп атаймыз. Тік төртбұрыштың периметрін әртүрлі тәсілмен табуға болады. Мысалы, ұзындығы мен енін қосып, оны 2-ге көбейтуге болады. Немесе екінші тәсіл ұзындығын 2-ге көбейтіп, енін 2-ге көбейтіп, олардан шыққан көбейтінді мәнін қосып жіберуге болады. Үшінші тәсіл ұзындығын енін қосып, қайтадан ұзындығын енін қосып, яғни бұл жерде ұзындығы 2 рет, ені 2 рет қосылады. Яғни периметрін табу бұл барлық қабырғаларын қосып шығу. Осы үш формуланың қайсысын қолдансақ та, барлығында тік төртбұрыштың қабырғаларын қосамыз және шығатын мәндері бірдей, өзімізге ыңғайлысын таңдауымызға да болады. Мысалы, ұзындығы А 4 см, ені В 3 см, периметрін табу керек. Периметрін табудың формуласы мына бірінші формула. Осы тәсілге сүйенеміз. Яғни тік төртбұрыштың ұзындығы мен енін қосып, оны 2-ге көбейтеміз. А мен В-ның қосындысы 7-ге тең. 7-ні 2-ге көбейтеміз, 14. Олай болса, тік төртбұрыштың периметр 14 см. Енді екінші тәсілмен шығарып көреміз осы есепті. Ұзындығы мен ені, енді периметрі табу керек. 4 пен 2-ні көбейтеміз, 3 пен 2-ні көбейтеміз, көбейтінің мәндерін бір-біріне қосамыз. 4 пен 2-нің көбейтінің мәні 8-ге тең, 3 пен 2-нің көбейтіндісі 6-ға тең. Енді көбейтінің мәндерін бір-біріне қосамыз. 8 пен 6-ны қосқанда 14 см. Екінші тәсілмен де 14 см шықты. Енді үшінші тәсіл ұзындығы мен енін қосамыз, қайтадан ұзындығы мен енін қосамыз. Ұзындығы 2 рет, енін 2 рет қосамыз. Барлық қабырғаларын қосып шығамыз. 4-ге 3 қосамыз. Қосындың мәні 7-ге тең, тағы да 7-ге тең. Барлық қосынды қосып шықсақ, 7-ге 7, 14 см. Яғни мына үш тәсілдің қайсысын таңдасақ та, осы мысал есебіміздің барлығында 14 см шығады. Тек шығару тәсілі әртүрлі. Өзімізге ыңғайлы формуланы таңдауымызға болады. Үшінші есепте көбейтудің үлестірімділік қасиетін пайдаланамыз. Мына формуланы қолданып шығарамыз. Қосылғыштарды қосындысын оны санына көбейтуге болады. Яғни 20 мен 10-ның қосындысы 30-ға тең. 30-ды 8-ге көбейтеміз, көбейтіндің мәні 240. Жақша ішіндегі қосылғыштарды қосысақ 8-ге тең, қосындының мәні. Енді 8-ді санға 10-ға көбейтсек 80. Көбейтудің үлестірімділік қасиетін пайдаландық. Бесінші есепке үлгі мысалы ретінде ұзындығы А 9 метр, тік төртбұрыштың ауданы 27 метр квадрат. Енін табу керек. Енін табудың формуласын міне жазып қойдым. Тік төртбұрыштың ауданын оның ұзындығына бөлеміз. Ал егерде ұзындығын табу керек болса, онда тік төртбұрыштың ауданын еніне бөлетін едік. Қазір бізге ен табу керек. Олай болса, мына формуланы қолданамыз. 27 метр квадратты 9 метрге бөлеміз. Сонда ені тік төртбұрыштың 3 метр екен. Алтыншы есеп. Үлгі ретінде бір мысал. Тік төртбұрыштың периметрі 18 см. Ұзындығы 3 см. Ен табу керек. Бұл кезде аудан жоқ, тек қана периметр ғана бар және ұзындығы ғана бар. Енді біз ен табу үшін мінекей формуласы, тік төртбұрыштың ен табу формуласы, периметрін 2-ге бөліп, одан шыққан мәнін азайтамыз ұзындығынан. Олай болса, бізде периметр 18 см, одан оны бөлеміз 2-ге, одан шыққан саннан 3 см ұзындығын азайтамыз. Тік төртбұрыштың ені 6 см. Мына формуланы пайдалана отырып, тік төртбұрыштың енін есептейміз. Алтыншы есепте орындалу ретін цифрмен көрсетіп бағандап шығаруымыз керек.
35, 65, 98-ің қосындыларынан 702-ні азайту керек. 35 пен 65-ің қосындысы бағандап шығарсақ, 5-ке 5 қосамыз, 10, нөлін жазамыз, бірлігін. Бір саны ойда, 3-ке 6 қосамыз, 9, ойдағы бірді қоссақ, 10, сонымен 100. Келесі, 100-ге 98 қосу. 0-ге 8, 8, 0-ге 9 қоссақ, 9, 1, мұнда ештеңе жоқ, 0 деп есептелінеді, 1 сол күйінде жазамыз, 198. Енді 702-ден 198 азайту керек. Мына 2 санынан 8 азайтылмайды, сондықтан 7 саны көршілеріне бір-бірден береді. Олай болса, мына 2 саны 12 болып кетеді, 0 саны 9 болады, 7 біреуін бергендіктен 6 санына айналады, азаяды. 12-ден 8 азайтамыз 4, 9-дан 9 азайтамыз 0, 6-дан 1-ді азайтамыз 5-ге тең. 702-ден 198 азайтқанда 504. Олай болса, 6-шы есепте мысалымыз 504-ге тең. 7-ші есеп жақшадағы амалды бірінші орындаймыз. 40-қа 30-ды қосамыз, қосындының мәні 70-ге тең. 8 метрді 70-ге көбейтеміз. 560-қа тең. 560 метр.